Параграф 47. Функцияны көзу және кебу аралықтары. 47-те 4-ші есеп. Бірінші берілгені f от x тек x квадрат минус 3x. Осыдан туынды табамыз. Туынды 2x минус 3 болады. 2x минус 3 үлкен 0-ден 2x үлкен 3-ден x үлкен 1,5-тен. Мұнда 1,5-ті белгілеп аламыз. Және де 1,5-тің алдына және де артынан, яғни 1,5-те кіші сан және де үлкен санды беріп, бұнда минус және плюс аралықтарын тауып алатын боламыз. Біз 1-ді берсек, x-ті орнына 1 қойсақ, 2 болады. 2-ден 3-ті азайтсақ, бізде минус 1 болады. Демек, 1,5-тің алды минус болады, ал 2-ді берсек, бізде плюс болады. Демек, бұнда кебіп, ал бұнда өсіп тұр. Демек, минус шексіздіктен 1,5-ке дейін кебейді. Осы аралықта кебейді. Ал 1,5-тен плюс шексіздік арасында өседі. Келесі екіншісі. f от x тек 5x плюс x квадрат. Туындысын табамыз. 5 плюс 2x. 5 плюс 2x үлкен 0-ден 2x үлкен минус 5-тен x үлкен минус 2,5-тен. Минус 2,5-ті белгілейміз. Бұнда да солай. Минус 2-де беріп көрейік. Минус 2-ді бұнда қойсақ, минус 3-ті қойсақ, бізде 2-ді минус 3-ке көбейтіп минус 6 болады. Минус 6 плюс 5 бізде минус таңбасы болады. Ал мына жақта бізде плюс болады. Демек, бізде минус шексіздік және минус 2,5 аралығы кебейді. Ал минус 2,5 және плюс шексіздік аралығы өседі. Келесі үшіншісі. f от x тек 8 минус x кубқа. 8-дің туындысы 0, бұнда 3x квадрат болады. Бұнда минус шексіздік және плюс шексіздік аралығында кебейді. Себебі бұнда біз кез келген сан берсек, оң таңбалда, теріс таңбалда сан берсек, оның квадраты міндетті түрде оң таңбалы сан болады. Және оны минус 3-ке көбейткен кезде бізде минус таңба шығады, минус сан шығады. Сондықтан да минус шексіздік және плюс шексіздік арасында ол кебейді. Келесі төртіншісі. f от x тек x куб плюс 1. Осыдан туынды аламыз. 3x квадрат болады. Ал мұнда керісінше минус шексіздік және плюс шексіздік аралығында өседі. Келесі 47-де 5-ші есеп. Біріншісі бізде f от x тең x квадрат минус 4-ке. Осыдан туынды аламыз. 2x болады. 2x үлкен 0-ден, яғни x үлкен 0-ден. Мұнда 0-ді белгілейміз. Минус 1-ден беріп көрсек, 2-ді минус 1-ге көбейтсек, бізде минус 2 болады. Сондықтан бұл жер минус, ал мына жақ плюс болады. Сонда бұл минус шексіздік және 0 арасында кебейді. Ал 0 мен плюс шексіздік арасында өседі. Келесі екіншісі. f от x тек минус 1 плюс x квадрат.
бұл тең болады 2х-ге. Бұл да дәл солай. Минус шексіздік нөл арасы да кебейді. Ал 0 мен плюс шексіздік арасы да өседі. Келесі үшіншісі f от x тең минус 27 плюс x куб. Тут аламыз 3x квадрат болады. Ал мұнда минус шексіздік пен плюс шексіздік аралығы да өседі. Келесі төртіншісі f от x тең минус x куб плюс 1 минус 3x квадрат болады. Тут сталғанда минус 3x квадрат бұдай болса, бізде минус шексіздікте плюс шексіздікке дейін кебейді. Келесі 47-де 6-шы есеп. Мұнда анықталу облыста функцияны өспелі болатыны дәлелдеу қажет. Бірінші берілген f от x функциясы тең 14 плюс 5x-ге. Үстін туындыламыз, бұл 5-ке тең болады. Бұл жағдайда өсу және кебу аралықтар болмайды. Келесі f от x тең 4 плюс x-тің 5 дәрежесі. Туындыламыз. Мұнда 5x-тің 4 дәрежесі болады. Мұнда минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығында өседі. Келесі үшіншісі f от x тең минус 3 бөлінген x. Бұның туындысы 3 бөлінген x квадрат болады. Бұл жағдайда бізде x 0-ге тең болмауы қажет. Сондықтан минус шексіздік 0 аралығында және 0 мен плюс шексіздік аралығында біздің функциямыз өседі. Келесі төртіншісі f от x тең минус 6 бөлінген x плюс 9-ға. Туындысы тең болады 6 бөлінген x квадратқа. Мұнда да x тең болмауы қажет 0-ге. Минус шексіздік пен 0 аралығында және 0 мен плюс шексіздік аралығында функция өседі. Келесі 47-де 7-ші есеп. Бірінші функция берілген бізде f от x тең минус 2x плюс 8. Туынды табамыз. Бұл туындысы минус 2 болады. Бұл жағдайда бізде кемімелі немесе өспелі аралықтар болмайды. Келесі екіншісі f от x тең 4 минус x кубы. Туындысы тапсақ минус 3x квадрат болады. Мұнда минус шексіздік және плюс шексіздік аралығында кемімелі болады. Келесі үшіншісі f от x тең 10 бөлінген x. Туындысы минус 10 бөлінген x квадрат. Мұнда бізде x тең болмауы қажет 0-ге. Сонда минус шексіздік пен 0 аралығында және 0 мен плюс шексіздік аралығында бізде кебейді. Негізі мұнда да солай болады. Бұл қате. Минус шексіздік пен 0 аралығы және 0 мен плюс шексіздік аралығы бізде кебімелі болады. Кемейді. Келесі төртіншісі f от x тең 5 бөлінген x минус 11 минус 5 бөлінген x квадрат. Мұнда минус шексіздік пен 0 арасы
0 мен плюс шексіздік арасы келмейді. Келесі 47-де 8-ші есеп. Бірінші берілгені f от x тең x квадрат минус 0,49. Туытсы табамыз. Туытсы 2x болады. 2x үлкен нөлден x үлкен нөлден 0-ді белгілейміз. Мұнда минус, мұнда плюс болады. Демек, бұнда бізде минус шексіздік пен 0 арасы және бұл жер кебімелі. Ал 0 мен плюс шексіздік арасы бізде өспелі болады. Келесі екіншісі f от x тең минус 0,64 плюс x квадрат. Бұста туыт табамыз. Бұнда 2x болады. Мұнда да солай. Минус шексіздік пен 0 арасы келмейді. Ал 0 мен минус шексіздік арасы бізде өседі. Келесі үшіншісі f от x тең 0,27 плюс x куб. Туынсы 3x квадрат болады. Мұнда минус шексіздік пен плюс шексіздік арасы өседі. Келесі 47-де 9-ші есеп. Мұнда бірінші f от x тең x квадрат плюс 4,5 x-ке тең. Туытсы тапсақ 2x плюс 0,5 болады. 2x плюс 0,5 үлкен 0-ден 2x үлкен 0,5-тен минус 0,5 болады. X үлкен минус 0,125. 0,125-ті белгілейік. Минус плюс болады. Сонда минус шексіздіктен минус 0,125 аралығы келмейді. Ал 0,125 пен плюс шексіздік арасы өседі. Келесі екіншісі f от x тең 0,4 4x минус x квадрат. Туытсы 0,4 минус 2x-ке тең. 0,4 минус 2x үлкен 0-ден 0,4 үлкен 2x-тен x тең 0,2-ге. 0,2 плюс минус болады. Сонда минус шексіздіктен плюс 0,2 аралығы өседі. 0,2 бен плюс шексіздік аралығы келмейді. Келесі үшіншісі f от x тең минус 0,64x плюс x-ті кубы. Бұл тең болады минус 0,64 плюс 3x квадрат. 0,64 плюс 3x квадрат үлкен 0-ден 3x квадрат тең 0 үлкен 0,64-ден 3x квадрат үлкен 0,164-ті 64 бөлікке 100 деп алсақ, x квадрат үлкен 64 пен 100 тең болады 16 бөлікке 25-ке.
яғни 4-ке қысқарып жібердім. Сонда 25-ті 3-ке көбейтеміз, 75-тен 16 болады. X1, 2 тең плюс минус түбір асты 16 бөлікке 75. Бұл тең плюс минус 4 бөлікке 75, 5 көбейтілген түбір асты 3 болады. Белгілейміз. Мұнда 4-ті 5-ке бөлсек, бізде 0,8 түбір асты 3 болады. Бұл минус, ал мұнда 0,8 түбір асты 3. Бұл плюс, минус, плюс болады. Демек, минус шексіздікпен 0,8 түбір асты 3 аралығы және де 0,8 түбір асты 3 плюс шексіздік аралығы өседі. Ал 0,8 түбір асты 3 пен 0,8 түбір асты 3 аралығы бізде кебейді.